Иран 1979 жылы Иран революциясына дейін Иран мен Израиль жасырын дос сияқты еді. Иран Израильмен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан алғашқы мұсылман елдердің бірі. Тіпті бір кездері Иран мен Израиль ресми емес стратегиялық серіктес сияқты әрекет етіп жатты. Израиль және Иран арасында мұнай және табиғи газ құбыры бар еді. Иран өз мұнайын Израильге сатып жатқан болатын. Израиль президенті Иранға келді және бұл үлкен өзгерістің болатын нүктесі еді. Иран революциясынан кейін екі елдің барлық қарым-қатынасы бұзылды. Сол кездері Израиль Иранға мұнай қарызын төлеген жоқ және бұл қарызы әлі күнге дейін бар. Хомейни ақшты үлкен шайтан, Израильді кіші шайтан деп атағаннан кейін бүкіл Европаның назарын өзіне қаратты. Ахмединежадтың Израильді картадан өшіріп тастаймыз деген сөздерде қатты айтылған сөздер еді. Осыдан кейін Израильдің Түркия, Әзербайжан және Аргентинадағы дипломаттары шабуылға тап болды. Бұл істе Израиль Иранды айыптады. Артынан Иранның ядролық зерттеу жүргізетін ғалымдарын өлтіре бастады. Иран-Ирак соғысында қызық болғаны Израиль Иранға жасырын көмектесуі еді. 8 жыл жалғасқан бұл соғыста Израиль Иранға қару-жарақ сатып мұнай алды. Иран және Израильдің қақтығысы күшейген кезең болса 2006 жыл болатын. Ливанда Хизбуллахпен қақтығыс болды. Бұл ішкі соғыстан кейін Хизбуллах күшейді. Басында ақш және Израиль оларды қолдады. 2006 жыл Израиль Хизбуллахқа шабуыл жасаған кезінде үлкен жеңіліс тапты. Израиль Иранның ядролық қару-жарақ өндіруіне қарсы. Осы себепті ғалымдарын өлтірді және қазіргі таңда Израильге ең қауіпті елдердің бірі бұл Иран. Мысыр немесе Египет. Мысыр мен Израильдің немесе яһудилердің тарихы өте ескі заманнан басталған және Мысыр мен Израиль тарихтан бері үлкен дұшпан. Екеуінің дос болуы мүмкін емес. Тарихта яһудилер Мысырда жылдар бойы құл болып өмір сүрді. Ит сияқты жұмыс істеп ақша алмайтын және Мысыр перғауыны да яһудилерге жақсы көзбен қарамайтын еді. Яһудилердің бұл жағдайы 200 жыл жалғасты. Артынан яһудилерге бір пайғамбар келді, Әзіреті Муса пайғамбар. Яһудилер Муса пайғамбарды Моше деп атайды. Муса пайғамбар яһудилерді Мысырдың және перғауынның зұлымынан құтқаратын еді. Қызыл теңіздің екіге бөлінуі оқиғасы осы жерде орындалған болатын. Яһудилер сенімді жерге келген болса да, басынан өткен жаман оқиғалары саналарында қалып қойды. Яһудилер мен Мысырдың дұшпандығы осы жерден басталған, ал қазіргі таңда жағдай өзгерген және яһудилер күшейген. Мысыр орташа күш болғанмен әр уақытта Израиль үшін бір дұшпан және қауіп. Тарихта Мысыр мен Израиль тікелей бір-бірімен соғысқан еді. Седат кезінде Мысыр Израильмен тыныштық келісім шартына қол қойды, бірақ бұл араб елдері үшін алғашқы қадам болатын. Седатты яһудилермен келісім шартқа отыруды қаламаған фанатик бір азамат өлтірді және Энвер Седаттың орнына көмекшісі Хусни Мубарек келді. Израильде Мысырмен келісім шартқа отырғаны үшін президент Исхак Робин халқы тарапынан өлтірілді. Қазіргі таңда екі елдің арасында ешбір кикілжің жоқ. Бұл жағдай қалай болды? ақш Мысыр әскерін әр уақытта қолдап келді. Мақсаты Мысырға жіберген генералдарын бір күні елдің басына қойып Израильге көмектесу еді. Қазіргі таңда ақш бұл ісін қайта жасап жатыр, бірақ көріп жатқанымыздай бұл істері ұзаққа бармайтын сияқты. Мысыр халқы да отанын сүйетін бір халық. Мысырдың әскери күші өте мықты. Осылайша Мысыр Израиль үшін әр уақытта қауіпті елдердің бірі. Қаншалықты Мысырды соғыста жеңген болса да, Мысыр арабтардың лидері деңгейде және мықты әскері бар. Израильдің Мысырмен қарым-қатынасы жақсы бола бастаған кезде Израиль әскери бюджетін 20%-дан 8%-ға дейін төмендеткен. Бұл да Мысырдан қаншалықты қорқатынын білдіреді. Бұл ел ядролық және атом бомбасы бар жалғыз мұсылман мемлекеті Пәкістан. Өте ұзаққа атыла алатын баллистик ракеталар бар. Пәкістан Израильді мемлекет ретінде танымайды, мойындамайды. Израильмен ешбір дипломатиялық қарым-қатынасы жоқ және Израильдің Палестиндегі істеріне қатты қарсы шығып отырады. Журналист Роберт Фиск соңғы жылдары болып жатқан Пәкістанның Үндістанмен болып жатқан келіспеушіліктерін Израильдің істеп жатқанын айтты. Пәкістан мен Израильдің арасында болған кикілжіңдерде Пәкістан өзінің ядролық күші бар екенін ескертіп отырады. Осыдан бөлек, ақш-тың Пәкістанда түрлі ойындар ойнауының себебі ядролық күш болғандығынан.
Әр ақш үшін, әр Израиль үшін Пәкістанның осындай күшке ие болуы үлкен проблема. Пәкістанның 100-ден астам ядролық бомбасы бар. Соңғы жасаған ракеталары Израильге жететін ракеталар. Осы себепті соңғы жылдары Израиль Пәкістанмен қарым-қатынасын жақсартуға тырысып жатыр. Ресей дүние бір шахмат тақтасы болса, ал Израиль ақштың пешкасы, ал кейбіреулер үшін ақш Израильдің пешкасы. Ақштың ең үлкен дұшпаны Ресей. Осы себепті Израиль мен Ресейдің дос болуы мүмкін емес. Ресей және Израиль қазіргі таңда көрші болған жағдайда. Башар Асадты қолдап Сирияға келген Ресей ақш пен Израиль жоспарларының жартысын жоя білді. Ресей Израильге теңізден, жерден, әуеден шабуыл жасай алады, ал Израиль Ресеймен қарым-қатынасын жақсы ұстауға мәжбүр. Соңғы уақыттары Нетаньяху Путинмен кездескісі келді және Израиль Сириядағы әрекеттеріне Ресейдің араласпауын қалайды. Түркия Израильдің жер бетінде ең көп қорқатын елдерінің бірі, еш күмәнсіз Түркия. Кішкентай баланы соққыға жығатын болсаңыз, оның ағасы келіп кек алатыны әрдайым ойыңызда болады. Израиль Палестинге жасаған әрбір зұлымдығында Түркияның аузына қарады. Не айтар екен деп. Себебі Түркия 100 жыл бұрын бұл жерлердің иесі болатын, ал 200 жыл бұрын суперкүш еді. Қазіргі таңда 83 миллион халқы бар болған Түркия сол аймақтың ең мықты елі. Израильдің Түркияға қарсы ең үлкен тарапы әрине ядролық қарулары. Ядролық бомбалар, ракеталар сияқты қалаған уақытыңызда қолданатын қару емес. Өздеріне жақын жерде қолдану өздері үшін де зиян болады. Солтүстік Корея. Израиль үшін ең қауіпті елдердің бірі Солтүстік Корея. Израильді үнемі қорқытып келеді. Ядролық бомбалары бар болғаны үшін әрине Израиль үшін үлкен қауіп. Израиль Құдысты астана етіп жариялаған кезде Солтүстік Корея Израиль деген ел бар ма еді, оның астанасы болсын деген болатын. Сонымен бірге Солтүстік Корея бірнеше рет Израильді жойып тастаймыз деп айтқан бір ел.